Өзіңді өзің мынадай тарылтпа. Құдайдың жолына келген кезде тарылтпа. Анау жаңағы нені малды соятын кезде сирағы соғысқан малдарды алма. Құлағы жоқ соғысын арзан сатып алатын дейді. Давай онда осыны берсей дейді. Құлағы жоқ малың қабыл болмайды ғой сенің құрбандыққа. Кім шамасы жетіп тұрып құрбандық шалмаса, намаз оқитын жерімізге келмей қойсын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Келмей қойсын дейді, оның намазына не қайбыл деп жатыр. Сондықтан міне бүгіннен бастап Құдай қаласа қазір базарға барып, бүгін мал базарда жаман сауда болайын тұр, Құдай қаласа. Сояққа барып, малдардан жайлап алып бар тиынға ыңғайлана беріңіздер. Дүниеден өткен ата бар, әже бар, әке бар, шеше бар. Олар да мұқтаж болып жатыр сауапқа. Оларға да жіберіп қойыңыздар бірдеңе кішкентай барып тұрсын. Ай, рахмет, мынау бала шаға қандай жақсы тәрбиелеп кеткенмін деп риза болып жатсын қабірлерінде. Ертең сіз де кетіп қаласыз. Артыңыздан құрбанның не екенін білмейтін, Құран оқудың не екенін білмейтін бала қалса, қызықтың көкесі сол кезде басталады.